Қазақтың 12 мүшесіне нелер жатады? Қазақтар амандасқанда бала шағаң аман ба? 12 мүшең сау ма деп сұрайды. Медициналық сөздіктерде мүше деп адам органдарын атап жүр. Бірақ органдардың ағза деген екінші атауы бар. Осы екі атау қатар қолданылып, кейінгі кездерде ағза не мүше не ажырату қиын болып қалды. Органдардың бәрін мүше деп, организмді ағза деп атайық деген де пікір бар. Сонымен қазақ 12 мүше деп нелерді атаған? Менің пайымдауымша, ол бас, 2 көз, 2 құлақ, мұрын, ауыз, мойын, 2 қол және 2 аяқ. Қоссаңыз 12 мүше болады. Демек, мүше деп қазақтар сыртқы, көзге көрініп тұрған органдарды атаған. Оның қазақ басың ауырмай ма, көзің көре ме, құлағың ести ме, аяқ қолың сынықтан аман ба деп шұбыртпай, 12 мүшең сау ма деп қысқа қайырған. Ағза атауы Әл-Фараби еңбектерінде де бар. Оның ішкі органдарға қолдану керек, яғни өкпе, бауыр, жүрек, асқазан, шек және тағы басқаларды ағза деп атасақ, қазақтың байырғы екі атауы да өз орнын тапқан болар еді.